Саламатсыздар ма оқушылар? Информатика сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын үй тапсырмасына шолу жасап өтейік, яғни өткен сабақтағы өткен тақырыптарға шолу жасаймыз. Үйге қандай тапсырма берілді? Жиілік, қауіпсіздік, заманауи киімді қауіп-қатер. Жақсы, бұлай болса, барлығымыз назарымызды экранға аударамыз. Үй тапсырмасы бөліміне өтемін қазір. Сіздер ешкене басқаңыздар, жақтан басқарып тұрам өзім. Үй тапсырмасына шеттен бастап бір оқушыдан тұрып жауап береміз. Үй тапсырмасына жауап берген кезде ақиқат немесе жалған деген жауапты айтасыздар. Сұрақ қойылады, сосын соған қарай ақиқат немесе жалған деп жауап беретін боламыз. Яғни үй тапсырмасын оңай бірақ қосымшасында орындайтын боламыз. Ерман. Бірінші сұрақты өзіміз оқимыз, сосын соған жауабымызды айтамыз. Өз профиліңде шынайы аты-жөндеріңді, мекен-жайыңды, телефон нөмірлерін жазып қоюға болады. Бұл қате жауап. Себебі біз өзіміздің жеке парақшамызда өзіміз туралы жеке ақпарат беруімізге болмайды. Қазір белгілейін. Жауабын дұрыс отырамын. Келесі, Риза. Электрондық почта қызығушылықтары бірдей адамдардың интернетте бірігетін қоғамдық сайты. Жоқ. Дұрыс емес. Келесі, Ербол. Антивирустық программаны үнемі жаңартып отыру керек. Дұрыс жауап. Себебі антивирустық программаны жаңартсақ, үлкен вирустың көбейеді. Авторлық құқық бұл ғылым, өнер, әдебиет саласындағы туындыларға деген интеллектуалды жекеменшік құқық. Дұрыс. Жауабы дұрыс. Келесі, Хамирис. Антивирустық программа бұл жердегі агрессорлардан қорғайтын программа. Дұрыс па? Қазір көрейік. Жауабымыз қате болды. Келесі, Асылжан. Сендерді әшкерелейтін кез келген ақпарат шынайы өмірлеріне қауіп төндіруі мүмкін. Дұрыс. Жауабымыз дұрыс. Келесі, Айбеке. Фишинг желіні пайдаланушылардың арасындағы электрондық хабар алмасу тәсілі. Дұрыс емес. Себебі фишинг дейтін хакерлердің қолданатын іс-әрекеті. Қазір белгілейік. Жақсы. Бектас. Күдікті адамдардан күдікті адамдардан келген хаттарды ашпай өшіріп тастаңдар. Дұрыс. Жауабымыз дұрыс. Келесі, Ләззат. Желі қолданушысына дәлел көрсету агрессия құқықты мазмұндағы хабарламалар жіберу кибербуллинг деп аталады. Дұрыс. Жауабымыз дұрыс. Келесі, Балауса. Әлеуметтік желілерге тіркелген ежелер құпия сөзді қойған дұрыс емес. Жақсы, жауабымыз дұрыс. Жақсы оқушылар, біз осымен үй тапсырмасын сұрақтарына жауап беріп болдық. Енді осы үй тапсырмасы бойынша сіздерді бағалап жіберейін. Қазір кім сұраққа дұрыс жауап берді, кім жауап бере алмады. Яғни дұрыс жауап берген оқушыға 1 ұпай қоямын. Аида? Дұрыс болды, 1 ұпай. Айбеке? Дұрыс. 1 ұпай. Асылжан? Дұрыс. Балауса? Бектас? Дұрыс. Ербол? Дұрыс. Ерман? Дұрыс. Ләззат? Дұрыс. Риза? Тамирис? Жақсы. Бүгінгі сабақта осы кесте бойынша бағаланатын боламыз.
Оқушылар, енді жаңа сабағымызға өтейік. Дәптерімізді ашып, күннің жадын жазамыз. Бүгін қазанның 20-сы және жаңа тақырыбымыз статистикалық мәліметтер. Дәптерімізді ашып, күннің жадымен бүгінгі жаңа тақырыпты жаза қояйық. Статистикалық мәліметтер деп тақырыпты жазып алыңыздар. Жаңа тақырыпты жазып болсақ, назарымызды экранға аударайық. Алдымен бүгінгі жаңа сабақ бойынша видео ақпаратпен танысып алайық. Қандай түрлі құбылыстар мен үдерістерді зерттеу үшін олар туралы деректер, статистикалық мәліметтер жинау қажет. Статистикалық мәліметтер дегеніміз статистикалық зерттеулер негізінде алынған сандық сипаттамалардың жиынтығы. Статистикалық мәліметтерді есептеудің көптеген программалары бар. Соның бірі кестелік процессор Excel. Excel программасында мәліметтермен жұмыс жасау үшін білу керек анықтамалар. Бірінші, сілтеме, формуланы жазу барысында қолданылатын сан адресі. Екінші, ұяшық, жолдар мен бағандардың қиылысы. Ұяшықтың адресі бағанның аты мен қатардың номері арқылы анықталады. Үшінші, теңдік таңбасымен басталып енгізілген ақпаратты формула деп атаймыз. Формула математикалық амалдармен жұмыс жасауға арналған. Excel программасының формуласында ұяшыққа сілтеменің 3 типін пайдалануға болады. Бірінші, абсолютті, екінші, салыстырмалы, үшінші, аралас. Жақсы оқушылар, сонымен статистикалық мәліметтер дегеніміз не екен? Статистикалық зерттеулер нәтижесінде алынған сандық деректердің жиынтығы. Сандық есептеулер. Рахмет, отыра ғой. Жақсы. Енді осы статистикалық мәліметтерді есептеу үшін біз қандай бағдарламаны қолданамыз? Excel бағдарламасын қолданамыз екен. Қазір мен енді Excel бағдарламасын қазір іске қосайын. Яғни Excel бағдарламасы бізге 7-ші сыныптан таныс. Excel бағдарламасы ол әртүрлі статистикалық, математикалық және қаржылық есептеулерді жүргізуге арналған программаның түрі. Яғни бұл Excel бағдарламасын біз калькулятор ретінде қолдансақ та болады. Яғни әртүрлі формулалармен жұмыс жасаймыз. Және Excel'дің бір ерекшелігі Excel терезесінің жұмыс аймағы кестелерден тұрады. Бұл жерде бағандар латын бас әріптермен белгіленген, ал қатарлар сандармен белгіленген. Қатарлар мен сандардың қиылысқан жері ұяшық құрайды. Әрбір ұяшықтың өзінің адресі болады. Мысалға мына жерде біз курсорымызды қай ұяшыққа қойсақ, мына қатардан сол ұяшықтың адресін көрсетіп тұрады. E2 дейді, мына бір жерге апарсақ С8 дейді, мына жерге апарсақ H1 дейді. Мына жердегі ұяшықтың адресінің өзгерісін байқап отырмыз ба? Соған қарай біз яғни курсорымызды қай жерге қойсақ, осы жердегі адрес өзгеріп отырады. Және жаңа айттық қой, осындай адрестің немесе сілтеменің 3 түрі бар екен. Қандай түрлері бар екен? Абсолютті, салыстырмалы, аралас. Осындай 3 түрі бар екен. Абсолютті, салыстырмалы, және аралас деген. Енді Excel бағдарламасында жалпы ең бірінші ашқан кезде үнсіз келісім бойынша барлық ұяшықта салыстырмалы адрес болады. Яғни кез келген ұяшыққа барған кезде жаңа көрдік қой, салыстырмалы түрде адресті көрсетіп тұрады. Яғни салыстырмалы адрес мына түрде болады. Одан кейінгі абсолютті адрес. Абсолютті адресте бағанның алдында да, қатардың алдында да мынандай тұрақтылық белгісі болады. Немесе доллар белгісі деп те атасақ болады. Яғни бұл жерде дәл осы F4 ұяшығындағы мәлімет қолданылады деген сөз. Басқа ешқандай ауытқушылық болмай, тек қана осы бір ұяшықпен жұмыс жасайды абсолютті сілтеме.
Одан кейін аралас сілтеме болады. Аралас сілтемеде, яғни бұл екі түрлі жағдайда болады. Бір жағдайда баған тұрақты болады, бір жағдайда қатар тұрақты болады. Яғни бұны аралас деп атаймыз. Яғни сонда кей жағдайда қатарымыз тұрақты болады да, бағанымыз өзгере береді. Ал екінші жағдайда қатарымыз өзгере береді де, бағанымыз тұрақты болады. Міне осы адрестерді біз аралас адрес деп атаймыз. Енді мына экранда көрсетілген мысалды қазір сіздерге шығарып түсіндірейін. Мына жерге бізде бірнеше тауардың аты берілген, және бір тауардың бағасы берілген, және сандары берілген. Яғни әр тауардың саны әртүрлі. Енді біз мына барлығы деген бағанда осы әрқайсысының санына қарай бағасын есептеп шығарамыз. Яғни бұны Excel бағдарламасында автоматты түрде орындауға болады. Жаңа видео ақпаратта айтқандай, формула неден бастап жазылады? Теңдік таңбасынан бастап жазылатын еді. Мына жерге теңдік белгісін қояйын. Теңдік. Сосын манағы бағасы көрсетілген яшығымызды белгілейміз. Содан кейін көбейту, яғни біз барлығы деген барлығының мәнін табу үшін бағасы мен санын көбейтеміз ғой. Енді келесі саны тұрған ұяшықты көрсетеміз. Сосын Enter пернесін басамыз. Міне сол кезде бізге төрт модемнің бағасын автоматты түрде есептеп берді. Енді әрі қарай келесі тауарлардың бағасын есептеу үшін әрқайсысына жаңағыдай қылып тең болады деп әрбір ұяшығын көрсетіп жатудың қажеті жоқ. Excel'дің тағы бір мүмкіндігі, мына жерде алдыңғы ұяшығымызды белгілейміз. Сосын төменгі оң жақ бұрышына тышқанымыздың көрсеткіші плюс болған кезде тышқанды басып отырып, қажет жерге дейін төмен қарай түсеміз. Сол кезде бізге барлық тауардың бағасы мен санын көбейтіп шығарып берді. Яғни осындай есептеулерді жеңіл түрде орындауға болады. Енді мына жерден біз мыналарды жаңағы шығарған сандарымызға басып қарайық үстіне. Сол кезде мына формулалар қатарына қандай формуланы қолданғанымызды көрсетіп тұрады. Яғни бұл жерде салыстырмалы адрес қолданды. Мысалға міне V2 көбейту S2, одан кейін V3 көбейту S3, V4 көбейту S4, V5 көбейту S5 және V6 көбейтілген S6 деп салыстырмалы түрде келесі ұяшықтардағы мәліметті алып бізге көбейтіп берді. Жақсы оқушылар, енді араластың мысалын көрсетейін. Енді мына жерде бірнеше тауар берілгенде бізге тек қана принтер мен монитордың бағасын табу керек болсын. Мына ұяшыққа бірінші екеуінің қосындысын тауып аламыз. Екеуінің бағасының қосындысын тауып аламыз. Тең болады. Принтердің бағасы тұрған ұяшықты белгілеймін. Қосу. Келесі монитордың бағасы тұрған ұяшықты белгілейміз. Enter пернесін басамыз. 92.990 деп екі тауардың бағасын бізге есептеп берді. Мына екі санды қосыпты. Енді әрі қарай екеуінің санын және барлық теңгесін есептеу үшін мына жерге қатарды тұрақты құрамыз. Қатарды тұрақты құрамыз. Мына жерде де солай. Яғни біздің қатарымыз өзгермейді ғой. Бағанымыз өзгере береді де, қатарымыз өзгермейтіндей қыл. Сосын қалған екі ұяшықтың мәліметін автотолтырумен толтыра қоямыз. Сол кезде тек қана принтер мен монитордың санын және екеуінің бағасының қосындысын бізге осылайша шығарып берді. Яғни бұл мысалда мен аралас адресті қолдандым. Енді келесі абсолюттіге мысал көрсетейін. Мысалға бізге мынандай жағдай болуы мүмкін. Мына жердегі тауарлардың барлығының 8 дана алам, соның бағасын есептеу керек болсын да бізге. Ол кезде біз кез келген ұяшыққа, мысалға мына E1 деген
ұяшыққа мен 8 деген санды саламын. 8 деген санды саламыз. Сосын мына жерге тең болады. Бағасын көрсетем. Көбейту. Сосын мына 8 деген санды көрсетеміз. Міне. 8 деген санды көрсетемде Enter пернесін басам. Сол кезде біздің 8 моделіміздің бағасын тауып берді. Енді қалған тауарлардың да 8 данасының бағасын табу керек болса, мына жерден E1-ді мен тұрақты етем. E1 ұяшығын. Яғни қатарында бағанын да тұрақты етем. Enter пернесін басайық. Сосын қалған тауарлардың 8 данасының бағасын табу үшін артық толтырудың көмегімен төмен қарай қажет жерге дейін жүреміз. Сол кезде бізге әрқайсысының 8 дананың бағасын шығарып берді. Яғни мен мына жердегі мәліметті пайдаланған жоқпын сонда. Мына E1 ұяшығына 8 деген санды қойдым да, сол осыны тұрақты түрде пайдаланып, мыналардың әрқайсысының есептеп отырған жоқпын. Автоматты түрде осылай есептеулерді орындауға болады. Міне астына түсіп қарайтын болсақ формуланы V3 көбейтілген E1 ұяшығы тұрақты болып тұр барлығында. V4, V5, V6 деп бірінші ұяшықтың адресі салыстырмалы түрде өзгеріп жатыр да, ал ана 8 тұрған ұяшықтың адресі өзгерген жоқ. Көріп отырдық қой, да? Жақсы. Жаңа сабақ бойынша сұрақ бар ма оқушылар? Түсінбей қалған жерлерің бар ма? Сұрақ жоқ па? Жақсы. Сұрақ болмаса, әр қарай тапсырмаға өтейік. Жаңа сабақ бойынша оқушылар 3 тапсырма орындаймыз. Әр тапсырманың өзінің ұпайы бар. Яғни, бірінші тапсырманы барлығымыз орындап болғаннан кейін ұпайларымызды қоямын. Екінші тапсырманы орындап болғасын, үшінші. Солай әрбір тапсырма орындалған сайын ұпайларымызды экраннан көріп отырасыздар. Қазір мына бетшеде осы тапсырмалар берілген. Барлығымыз Excel бағдарламасын іске қосайық. Астына сверху кетіп қоя қойыңыздар. Жаңа экранды Excel бағдарламасын іске қосамыз да, көрсетілген тапсырманы орындаймыз. Сосын тапсырманы оқушылар 3 тапсырмаға 3 лист ашып орындай қойыңыздар. Бір файлға 3 лист ашып орындаймыз. Барлығын бір файлға 3 лист ашып орындай қойыңыздар. Оқушылар бірінші тапсырмада көрсетілген кестені Excel бағдарламасында дәл осылай салып аламыз. Сосын астындағы тапсырмаларын мұқият оқып отырып орындаймыз. Қателеспейміз, асықпай, яғни қателеспей мұқият орындайық. Барлығымыз аштық қой да Excel бағдарламасын іске қостық па? Енді бастаңыздар. Қателеспейміз тапсырманы орындағанда, әркім өзі орындайды сосын. Excelге жазып аламыз. Сосын астындағы тапсырмаларды бірінен соң бірін мұқият оқи отырып орындаймыз. Ал болдық, біріншісін болдың ба? Қалай орындадың? Бірінші тең бат белгісін қойып, Қайсы көрсете ғой? Ұяшығыңды белгіле, ұяшығым басына тең белгісін қойдым. Және B2 және С көбейту С2 бағаны белгілеп, Enter басына
және бағасын шығарды. Және қалған бағандарды ұяшықты белгілеп өз саны шыққанда оны автотолтырумен өте жақсы. Енді әрі қарай келесі. Егер бағанында тұрақты қосымша шығын 20 теңге бар болса, оны E1 ұяшығына енгіз дейді. Келесі E1 ұяшығына 20 деп, яғни манағы біздің берілген тауарларымыздың бағасы мысалға 20 теңгеге өсіп кетсе, қалай болады екен? Соны есептейміз. Иә, 20 теңгеге өсіп кетсе шығады. Соны шығара қойды. Формулаңды өзгертесің. көбейтеміз ғой. Кестеге берілген деректерді қатесіз енгізіп аламыз. Сосын әрі қарай көрсетілген есептеулерді орындаймыз. Асылжан, формуланы қалай енгіземіз? V2 ұяшығын Не істейміз? E1 ұяшығын. Енді соны қалай енгіздің? Иә, дұрыс. Сосын? Иә. Сосын? Иә. Даусыңды кішкене шығарып айтшы. Сосын не істедің? Автотолтырумен толтыр. Автотолтырумен толтырдың. Жақсы, дұрыс. Ләззат, қалай орындадың тапсырманы? Бірінші аманың жалпы бағасын есептедім. Қалай есептедің, иә? Теңдік белгісін жазып, формуласын жазып. Формуласын қалай жаздың? V2 ұяшығын бастапқы 20 санға E1 ұяшығын жазып, екеуінде тұрақты қылып, оны C2 ұяшығына көбейттім. Сосын қалған тауардың жалпы бағасын автотолтыру арқылы тапдым. Жақсы, осы жерде абсолютті сілтеме қайсысы? Абсолютті сілтеме E1 ұяшығы. Иә, E1 ұяшығы, да? Ал V2 мен C2 салыстырмалы сілтеме. Салыстырмалы сілтеме. Жарайсың. Жақсы, бірінші тапсырмамызды қорытындылап тексерейік. Ерман, сен әлі аяқтамаған екенсің. Ерманға 2 ұпай. Риза, барлығын болдың ғой, да? Барлық тапсырмалар орындалды. Ризада 3 ұпай. Ербол, толық аяқтадың 3 ұпай. Аида, сен аяқтамапсың. Тамирис, мына 20-ны жаздық. Соңғы тапсырманы әлі орындамаған екенсің. Асылжан, барлығын аяқтадың 3 ұпай. Айбеке, сенде толық аяқтадың. Бектас аяқтамаған екенсің. Келесі, Ләззат, әлі орындап жатырмыз. Балауса, әлі орындап жатырмыз. Тек қана аяқтаған оқушылар айтыңызшы маған. Бірінші
тапсырма бойынша ұпайларыңызды қойып жіберейін. Аида 2 ұпай қойды. Аида 2 ұпай, Айбеке 3 ұпай барлығын аяқтады. Асылжан аяқтадың ғой 3 ұпай. Балауса 2 ұпай сен аяқтай алмадың. Бектас 2 ұпай. Ербол 3 ұпай барлығын болды. Ерман 2 ұпай. Ләззат 2 ұпай. Риза 3 ұпай. Хамирис 2 ұпай. Міне осылайша біз бірінші тапсырмамызды қорытындылады. Енді екінші тапсырмаға өтейік. Екінші тапсырмада сіздердің алдарыңызда бетшеде тұр. Содан қарап, екінші лист ашып, соған орындай қойыңыздар. Бұл жерде де солай кестені саламыз. Сосын астындағы тапсырмаларды мұқият оқи отырып орындайтын боламыз. Яғни, жаңағы бірінші тапсырмада біз салыстырмалы және абсолютті адрестерді қолдандық қой. Енді екінші тапсырмада бізде аралас адрес бар. Осыны қолдана отырып, екінші тапсырмамызды орындаймыз. Алдымен мұқият кестемізді Excel'ге салып аламыз. Сосын аралас адресті қолдана отырып, әрі қарай тапсырмамызды орындаймыз. Бұл екінші тапсырманы дұрыс орындаған оқушыға 2 ұпай беріледі. Сондықтан мұқият орындайық. Сосын шапшаң орындауға тырысайық. Жаңа кейбір оқушылар бірінші тапсырманың уақытында үлгере алмадыңыздар. Соңғы бөлімдерге үлгере алмадыңыздар. Яғни тапсырманы орындау барысында шапшаңдық та маңызды сонда. Астындағы тапсырмаларды түсініп оқып барып орындаймыз. Асықпай оқып алыңыздар. Әрі қарай кестені қалай түрлендіреміз. Риза салып болдың ба? Енді әрі қарай оқимыз. Яғни бұл екінші тапсырмада 2 жылдың бағасы көрсетілген. Яғни, мысалға 2024 жылғы мынандай баға, 2025 жылғы мынандай баға деп те, соның өсу пайызын табамыз. Қанша пайыз өскендігін табамыз. Тауарымыздың бағасы қанша пайыз өскендігін табамыз. Қайсы Ерман не істедің сонға? Сен әрбір жол үшін формуланы жазып отырсың ба? Неге? Жақсы, Ерман аяқтамадың ба? Риза аяқтадың, дұрыс. Ербол аяқтадың. Аида не істедің? Болдың ғой да? Хамирис аяқтамадың. Асылжан аяқтадың, болды. Айбекке де дайын. Бектас жазылады екен. Ләззат болды, балауса болды. Жақсы оқушылар, осы орындағандарыңыз бойынша ұпайларыңызды қойып шығайын. Аида, сен аяқтадың ғой? Аяқтаған жоқсың ба? Бұл екінші тапсырма бойынша оқушылар 2 ұпай етті. Аида, аяқтадың ба? 2 ұпай. Келесі Айбеке. Аяқтадың 2 ұпай. Асылжан 2 ұпай. Балауса 2 ұпай. Бектас 1 ұпай. Ербол 2 ұпай. Ерман 1 ұпай. Ләззат 2 ұпай. Риза 2 ұпай. Хамирис 1 ұпай. Жақсы оқушылар, енді 3-ші тапсырмамызға көшеміз. 3-ші тапсырмада сіздердің алдарыңызда бетшеде көрсетіліп тұр. Бұл жерде де
көрсетілген кестені саламыз, яғни аралас адресті қолданып, тез-тез бұл тапсырманы да орындай қойыңыздар. Яғни сіздер уже 2 тапсырма орындадыңыздар, жаттықтыңыздар деп ойлаймын. Енді бұл тапсырманы тез орындайтындарыңызға сенімдімін. 3-ші тапсырмада қиын емес, тез-тез орындай қоямыз, яғни формуласы жазамыз да, апты толтырумен толтырып, тез-тез орындай қоямыз. Айбеке, қателесті, ана жерде формулаң қайда? Формулаңды жазып жібермесің ба? Мына жерде. Мына жерге формула жазылады ғой, Асылжан. Жаздың ғой да, енді не істейміз? Дұрыс. Қазір. Қайсы, Ерман, формуланы қойдың ба? Қойып. Ғой екінші формуланы қойдың ба? Дұрыс. Енді қалай орындаймыз? Қойдың ба, Ербол? Енді астарын толтырмайсың ба? Мынау бәрін бүйтіп толтырамыз ба? Сосын? Жарайсың. Яғни 3-ші тапсырма, ол өте оңай. Тек қана бір жерге аралас сілтемені пайдаланып формуланы жазамыз да, қалғанын авто толтырумен толтырып, көбейту кестесін орындаймыз. Ербол өте жақсы, жарайсың. Ербол тапсырманы орындап болды. Аида, сен кішкене қателесіп кеттің. Аида, жөндеп жібер. Хамелис, ағарай, тағы не істейміз? Асылжан тапсырманы болды, өте жақсы, жарайсың. Айбеке, формуланы жазамыз. Болып қалдың ба? Бектас, энтерді бас енді. Енді не істейміз, ағарай? Авто толтыруды дұрыс орындаймыз. Енді плюс болған кезде, стрелка емес, плюс болған кезде тастасын. Қайтадан бастай ғой, тең болады деп кетіп қалды ғой бізден формула. Ләззат болдың ба? Өте жақсы, Ләззат. Так, Ләззат, сенде қате бар ғой. Сенде қате бар ғой, Ләззат. Формулаңды көрсетші. Формулаңда, мына жерде, соны көрсет. Практик белгісін қабылдауын қисын. Ербол мен Асылжан болды, Аида болды. Болдың ғой, ал Викка, сенді ағарай істейміз. Мына яшыққа барамыз. В2 яшығына барамыз. Дұрыс жүре бер. Дұрыс. Енді. Болды, өте жақсы. Жарайсың. Дұрыс. Болды, жарайсың. Аласа болды. Жақсы, болған сияқтымыз ғой, барлығымыз. Енді сіздерді бағалап жіберейін. 3-ші тапсырманы барлық оқушы дұрыс орындады. Барлығымызға да 2 деген ұпайды қойып шығам. Жақсы оқушылар, енді жаңа сабақты бекіту тапсырмасы, яғни тест тапсырмасын орындаймыз. Қазір сіздерге код шығар,
сол код арқылы тестке тіркелетін боламыз. Сегіз жүз жетпіс екі 684 осы кодты жазыңыздар. Содан кейін join'ді басып атымызды жазамыз. Өз атымызды қысқартпай толық жазайықшы оқушылар үшін. Асылжан қосылды, Айбике, Аида, Риза, Ләжжат, Ербол. Барлық оқушылар қосылсын, Балауса қосылды, Тамирис қосылды, Ерман қосылды. Бір оқушы қалды енді. Кім бар? Бектас сен ба? Бектас та қосылды. Жақсы, барлығымыз қосылды. Енді стартты басам. Оқушылар сұрақты мұқият оқимыз. Сосын дұрыс жауабын мұқият белгілейміз. Бастаңыздар. Бір-бірімізге кедергі келтірмейміз. Сұрақты ішімізден оқимыз. Асықпай жауап берейік сұраққа. Сұрақты дұрыстап оқып аламыз, түсініп. Жауабында мұқият қараңыздар жазу. Бектас дұрыс болмай қалды ғой, бір сұрағым. Риза, Ербол, жарайсыңдар. Аида дұрыс. Айбикен дұрыс болды. Бектас дұрыс. Ербол, жарайсың. Ерманда дұрыс болмай қалды, бір жауабы. Бектас, Балауса дұрыс орындадыңдар. Айбикен де дұрыс болды. Аида қателескен болды. Ләззат, Балауса қателестіңдер. Бектас, Айбике дұрыс. Жарайсыңдар. Аида да дұрыс. Ербол, жарайсың. Уақытымыз аяқталды. Ербол бірінші орын, Айбике екінші орын, Балауса үшінші орын дейді. Қазір ұпайларымызды қарайық. Тестте жалпы 10 сұрақ берілген. 10 сұрақтың, яғни 5 ұпай мен 7 ұпайдың арасында жинаған оқушыға жалпылама 1 ұпай беріледі. Ал 8 ұпай мен 10 ұпайдың арасында жинаған оқушыға 2 ұпай беріледі. Тест орындау бойынша. Аида сізде 1 ұпай, Асылжанда 1 ұпай, Балаусада 2 ұпай, Бектаста 2 ұпай, Ерболда 2 ұпай, Ерманда 1 ұпай, Ләззатта 1 ұпай, Ризада 1 ұпай, Тамиристе 1 ұпай, Айбикеде 2 ұпай. Қазір осыны мына жерге салайын. Аида 1, Айбике 2, Асылжан 1, Балауса 2, Бектас 2, Ербол 2, Ерман 1,
Ләззат 1, Риза 1, Камилис 1 болды. Жақсы оқушылар. Яғни сіздердің бүгінгі сабақ бойынша алған ұпайларыңыз. Енді бұл бағалауды да мен осы бүгінгі тақырыппен байланыстырып Excel бағдарламасында орындап тұрмын. Қазір ана жерге қорытынды ұпайды шығаратын боламыз. Яғни бүгінгі алған барлық ұпайды қосып, қорытынды деген қатарда есептейміз. Яғни барлығымыздың қорытынды ұпайымыз ақыл толтырудың көмегімен шықты. Яғни бүгінгі сабақта Айбеке, Асылжан, Балауса, Ербол деген оқушылар 5 деген бағамен бағаланды. Аида, Бектас, Ләззат, Риза деген оқушылар 4 деген бағамен бағаланды. Оқушылар, назарымызды экранға аударайық. Мен Nikola Tesla. Жаңартылық мектебінің 8 сынып оқушыларына сұрағым бар. Бүгінгі сабаққа деген пікіріңіз қандай? Ал жақсы. Енді бүгінгі сабаққа деген пікірімізді білдіреміз. Оқушылар, енді біз жаңағы Nikola Tesla'ның сұрағына жауап беру үшін экрандағы қосымшаны ұялы телефондарыңызды әкеліп, QR кодын ала қойыңыздар. Осы Classroom Screen қосымшасы арқылы жауап беретін боламыз. Яғни бүгінгі сабаққа деген пікірімізді білдіреміз. Барлығын түсіндім, әрі қарай жалғастыруға дайынмын. Немесе біршама түсіндім, бірақ әлі де қосымша көмек қажет. Және өзіне бере қойшы. Ләззат QR кодты экранда QR кодты ала Бектас алдында QR'ды. Жауап бердің бұда. Жақсы, барлық оқушыда барлығын түсіндім, әрі қарай жалғастыруға дайынмын деп жауап берген екен. Сіздерге рахмет. Сұрағыма жауабымды алдым. Рахмет оқушылар, қош сау болыңыздар. Ал оқушылар Nikola Tesla'ның сұрағына жауап беріп болса, бүгінгі сабақты қорытындылап сіздерге тағы да бір сұрақтар қойып жіберейін. Сілтеме дегеніміз не болды сонымен? Иә, Риза. Формуланы жазу барысында қолданылатын нысан адресі. Келесі сұрақ, формула қалай жазылады? Бектас. Формула дегеніміз теңдік белгісі арқылы жазылады. Теңдік белгісінен басқа жазылса, Excel бағдарламасында ол формула болып есептеледі. Енді сілтеменің қандай түрлері бар? Неше түрі бар? Сілтеменің неше түрі бар? Ләззат? Абсолютті салыстырмалы аралас сілтемелер. Абсолютті салыстырмалы аралас, жарайсың. Абсолютті сілтеме қалай жазылады? Мысалға, тұрақты белгісі бар, тұрақты белгісі 5, бұл абсолютті адрес болып табылады. Салыстырмалы сілтеме дегеніміз не? Айбеке. Excel программасындағы кез келген ұяшық салыстырмалы сілтемеге жатады. Мысалы, B2, F4, C3. Жақсы. Аралас сілтеме дегенімізде, және мысал келтірші. Аралас сілтеме бағаны абсолютті, ал жолы салыстырмалы немесе керісінше адрестеу түрі болып табылады. Оқушылар үй тапсырмасын берейін. Үйге тапсырма осы параграф 9 статистикалық мәліметтер деген тақырып және статистикалық мәліметтер деген тақырыпқа кроссворд құрастырып береміз. Яғни шығармашылық тапсырма. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды.
Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.